Қайырлы таң оқушылар! Соңғы оқу тоқсанында барлықтарыңызға сәттілік. Бізде математика сабағы. Бүгінгі тақырыбымыз өрнектердегі амалдардың орындалу реті. Бүгінгі мақсатым мен өрнектердегі амалдардың орындалу реті туралы ережені білетін боламын. Барлық тапсырманы мұқият тыңдап, дұрыс орындаймын. Енді дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күнді, тақырыпты жазып алыңыздар. Енді кітабыңыздың 8-ші бетін ашып, номері 1-ші есепті шығарыңыз. Бөлінділер берілген, бөлінділердің мәнін табу қажет. Енді есебіңізді тексеріңіз. Тексеріп болғаннан кейін есептегі ортақ белгіні анықтаңыз. Әрине, бұл жерде көп бөліндінің мәні 2-ге тең. Демек, ортақ белгі 2. Ал мәні 3-ке тең өрнекті қоршап қойыңыз. Ол артық. Жарайсыздар, барлығын мен айтқандай орындап, жазып алдыңыздар деп сенемін. Арифметикалық амалдар, оларға қосу, азайту, көбейту, бөлу жатады. Кітабыңыздың 8-ші бетін ашыңыз. Ережелерді мұқият, зер салып тыңдаңыз. Өрнекте көбейту, бөлу және қосу, азайту амалдары келген жағдайда, алдымен көбейту немесе бөлу амалы ретімен, содан кейін қосу немесе азайту амалы ретімен орындалады. Мысалы, 37 қосу 12 бөлу 6 өрнегінде бірінші бөлу амалы, содан кейін екінші қосу амалы орындалады. Тек қосу және азайту амалдары қатар келген жағдайда, амалдар сол жақтан оңға қарай ретімен орындалады. Көбейту және бөлу амалынан ғана тұратын өрнектер де сол жақтан оңға қарай ретімен орындалады. Жақшалы өрнектерде алдымен жақша ішіндегі амалдар орындалады. Содан кейін көбейту немесе бөлу ретімен, содан кейін қосу немесе азайту амалы ретімен орындалады. Мысалы, жақша ашылған 5 қосу 10, жақша жабылған бөлу 3 қосу 5 өрнегінде бірінші жақша ішіндегі амал, екінші бөлу амалы, үшінші қосу амалы орындалады. Енді бір есепті шығарып көрейік. 37 қосу 12 бөлу 6 өрнегінде бірінші бөлу амалы, екінші қосу амалы орындалады. Демек, бірінші 12 бөлу 6 тең болады 2-ге. Екінші 37 қосу 2 тең болады 39-ға. Демек, өрнектің мәні 39-ға тең. Енді сіздерге тапсырма. Номері 3-ші есеп, 9-ші бет. Амалдардың орындалу ретін анықтап есептеңіз. Мен сіздерден кері байланыс күтемін. Сұрақтарыңыз болса, жекеге шығуларыңызға болады. Келесі сабаққа сәттілік!